Сәлем баршаңызға, сіздермен бүгін осындай дәруменге бай салатпен бөліскім келеді. Бастысы құрамы оңай, қолжетімді заттармен жасалады. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Жасалу жолын көргілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық керекті заттарды ұзынша етіп тураймыз. Алдымен капустаны барынша жіңішке, ұзын болса әдемі көрінеді. Дәл солай қиярды да барлығы біркелкі болу қажет. Сәбіз, алма, қызылша, оларды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Жаңғақты ұзын-ұзын етіп турау қажет, немесе қалауларыңыз бойынша майдалап турасаңыздар да болады. Одан кейін укропты да өте жіңішке етіп турау қажет. Одан кейін піспеген қызылшамызды осылай үткіштен өткіземіз. Қызылша піспеген кезде құрамындағы барлық витаминдерін бойында сақтайды. Заправкасын дайындаймыз. 3 шай қасық оливке маслоға, жарты қасық тұз, азырақ бұрыш, лимон суын немесе осындай яблочный уксусты қосуға болады. Осылай барлығын құйып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біркелкі болу үшін. Сіздер де жасап көріңіздер, пікір қалдырып бөлісе отырыңыздар.